Ассалаумағалейкум достар. Бізде кезекті шығарылым бұл ЖБ шоу. Ал ағылшынша сөйлесіңдер шал. Hello, Erganat, how are you? Hello, my friend. Yes, I'm Ir from Mohammed, how are you, Kazakhstan. brother? My name is Ir Mohammed. I've actually brought a gift for you. Gift? Yes. Да? Oh my God, Oh, gift yeah. for me? Yes. Oh, this for surprise for me. So this one is Yeah. Sir Alex Sir Alex Ferguson. Ferguson's book. Yes, Alex Ferguson, my autobiography, #1 bestseller. Oh my God. Chocolates. Ну, вообще, Oh my қойып алайын God. деп отыр қазір. It's in the Колледж өтесіз қылып жүргенсің ғой, ана Kazakh жерде? language have the one is the aphorism phrases Kurkolga Batajur made. It's people says is very nice. Халық айтса қалып айтпайды дейді. Жібере берсең осылай. Но мне Бұл енді енді Ермаш мынау, ағамыз ағылшын оқып жүр ғой, шетелге кетемін дейді. Соны Иә. өзі сүйіп бір неткен несі ғой, бапкері сэр Алекс Фергюсонның сондай бір айконик кітабы дейді ғой, өзінің биографиясы керемет бестселлер. Анау бізде жатқан шахтердің формасын бере салыңыз. Бізде бірдеңе берейік дей ма? Мынау енді біздің мен неде Марс компаниясында жұмыс істеймін ғой, зауытта. Кәдімгі шоколад шығаратын Марс. Шоколад пен сағыз Марс шығарады. шықпай кетті қазір. Қайда? Қазақстанда жоқ Марс. Шоколадтың өзі жоқ қой, біз магазин сатпайды. Біз енді қазақстандық Құр сникерс жеп жүр қазір. нарықта сникерс та бар. Мен мына Манго жағып жүріп Мальтезер де бар, мынау. Именно біздің зауыттан шығатындар ғой. Біздің зауыттан шығатындар. Ана кішкентайын берші анау. 1,5 фунт стерлинг тұрады екен мынау. Масқара мінекей. 1 фунт стерлинг қанша? 700 газ. Менің таңдауым Milky Way деп қоясың ба? Ертең Қазақстан Марс хабарласады сізге. Болды. Бар ма не сондай компания? Қазақстанда офисі бар ғой. Бәрекелді. Соны бір бәле. Мен неге амбассадор емеспін мысалға? Жоқ, оны сөйлесуге болады. Өйткені мына мен сникерс қой мынау. Осы сникерстің халықаралық несі болған. Компаниясы футболға байланысты. Лука Модрич пен Жозе Мауриньоны біз Англияда түсіргенбіз. Олардың ана не? Қандай еді оны? Офсайдқа түсіп кету ма? Сондай бір несі болған. Бағдарлама. Сникерс жесе офсайдқа түспейді деп қойсай. Андай сен бір сондай бір келеңсіз оқиғаларға тап болған кезінде сондайды Сен офсайдта болсаң шабуылшыға ұқсамайсың. Сникерс деп қойса. сондай ғой. Тамаша. Енді Не соны деген креативный продюсер мен негізі. жасап жатыр. Әттеген. Иә, оны нетсе болады. Бұл мысалға мына неден қарағанда, бағанағы басқа спонсорлардан қарағанда ерекше ғой. Өйткені Бұлар мысалға Қазақстанда кімдерге реклама жасады мысалға? Құр Билборд сондаймен жүре ма, әлі өмір сүре ма? ана кім жасап жүрген ана Артур деген жігіт. Артур Пирожков? Біздің Арчибалд айтасың ба? Арчибалд, иә. Сол сникерспен бір коллаборациялар жасап жүр. Енді негізінде бұл Англияның футбол қауымдастығын спонсоры сникерс. Әне. Қазақстандықтар сен танисың мына жақтағыларды? Иә, мен егер байланыстырыңдаршы десең, байланыстырамын. Байланыстыр давай. Roy Keane was a player of energy, of guts and blood, with a fine instinct for the game and its strategies. Яғни дейді, кім Бұл жерде дейді, Рой Кинге қарсы шықса дейді, жаман болады дейді. Өйткені ол энергиясы көп, сондай денесі қаны қызу, оның инстинкттері бар, ойынға деген стратегиясы бар, сондай мықты адам дейді ғой. Неге сондай осы ағылшындар? Ирландықтар әсіресе сондай. Ирландықтар негізінде Төбелеске жақын, барда, боксерский кештерде. Олардың бағанағы тарихы негізінде Ирландия көп жылдар бойы баған тәуелсіздікке ұмтылған ғой, негізі өздерін бөлек болғымыз келеді деп. Ирландия деген өзі аты бар, анау не ғой, арал ғой, бөлек арал. Соның бағанағы солтүстігі, оңтүстігі бар. Солтүстігі бағанағы ненің құрамына келеді. Англияның құрамына келеді, бағанағы Ұлыбританияның. Оңтүстігі бөлек ел деген сияқты ғой. Олар өздері бір сондай жауынгерлік бір рухтары болатын. Бұлар азаматтық соғыс болған жоқ па? Иә, көп соғыс болған. 60-шы жылдар, иә. Жоқ, мен таң қалатыным, мысалға да, ол сен комментаторсың ғой да. Кішкене былай логикалық тұрғыда ойлансам, мен шатасам кейде ше. Мысалға,
Англия құрамасы әлем чемпионатына шығады. Шотландия Скотт Мактомини деген балалар бөлек шығып атады. Бірақ Энди Мари Ұлыбританияның атынан Олимпиадада теннис ойнап атады ғой мысалы. Олимпиаданың 2 дүркін чемпионы болады. Мысалы да. Сир деген Атағын атақ алады. алады. Жоқ, ол Олимпиадаға барған кезде бұлар Ұлыбритания болып кетеді да. Қалай ол? Жоқ, ол былай ғой, оның ана артында жатқаны мындай, ана олимпиадалық спорт түрлері, теннис болсын, не болсын, ол ана елдің ауқымында дамиды да. То есть олар там бокс құрамасы болсын, ол кәдімгі бүкіл елдің құрамасы дейді да. Футбол ол бағана тым қатты дамығаннан кейін әр ел олардың тарихы бар өзінің. Олар мысалға егер федерациялар бар, чемпионаттар бар. Егер ертең Ұлыбританияның құрама командасы десе, ирландықтар шығады, неге Ирландияның ойыншылары жоқ деп, Уэльстің ойыншылары қайда деп мыналар шығады деген сияқты ғой. Шотландияның негізі бір сборный футболдан жасаса. Сөйтіп қызық болды. Мына бір қызығы Олимпиадаға Ұлыбритания футболдан қатыспайды. Олар тек қана 2012 жылы өздері үйде өткізген кезде символичный бір команда шығарған. FIFA мен UEFA бар. FIFA мен UEFA айтады, сендер өздерінің құрама командаларың бар, осында жаңа құрама команда ма дейді. Арт жағында саясат та жатыр. Бұларды қазір бір бұлай біріктіріп жіберсек, ертең өзіміздің құрама командадан да айырыламыз ба деп. Сосын ол жерде 18 қанша 23-ге дейін бе? 23-ге дейін ойнайды. Олардың өздерінің бір андыр 21 ойындары бар деген сияқты. Сонымен күнтізбеге келмей қалады да. Ол негізі кішкене саяси жағдайда отырып ақылға сыймайды тоже былай қараса. Өйткені ол Энди Мари бар ғой, ол өзін шотландық деп таныстырады ғой. Сэр Алекс Фергюсон. Фергюсон білесің ғой, ең танымал сөздерінің бірі ұлттық құрамасына шақырады, Англия ұлттық құрамасына бас бапкерлікке. Сосын былай айтады, иә шақырыңдар, келесі ойында 0-3 жеңілеміз кез келген командаға дейді. Не үшін? Өйткені мен шотландықпын. Ол Англияның жеңілгенін қалаймын мен деген сияқты. Менің әкем Уэльстен, шешем ирландиялық, бірақ өзім шотландиялықпын дей ма? Сөйтер бұтсы. Оларда сондай бар, ана мысалға, бағана Шотландия, Англия ұтылып жатса, шотландықтар кәдімгідей қуанады. Ана өткенде Уэльске барғанда Миллениум деген стадион бар ғой, баяғы Крейг Белламидің гол ұратын Италияның қақпасына, сол стадионды регбидің стадионы қылып жіберді. О, балай дедім ғой. Регби танымал екен ғой, жоқ футболға. Масқара. Сөйтіп ана жаңағы қырылысып ойнайды екен олар, кәдімгі 5 мемлекет бөлініп алып. Кәдімгідей қырғын. Футболдан да жаман екен деп қоямын ғой. Олар андайды сол кезіндегі культура, тарих халық болған сол бір спорт дәріппейді ғой. Жесткость бір сондай күрес алаңда, төбелес. Футбол да сондай болған ғой бұрында енді. Рой Кинді айтатсың ғой. Рой Киндер төбелесе беретін ғой. Эрик Кантананың кезінде сол бір сондайға жақын болды. Сол Рой Кин развлечение ғой енді ол. Эрлинг Холландтың папасын 4 жыл күтіп жүріп сындырған жоқ па? Больницадан тірі аяғын сындырған бір. Ол сол анау неде регбиде әлі сол қалып қойған болып тұр ғой. Сынып кетеді бір қақтығысқан кезде кәдімгі. Жалпы ағылшын футбол сондай ғой, ондай физикалық тұрғыдан біз ана неде немен ойнаймыз ғой коллегалармен. Олар да сондай, андай алдасып бір не деген жоқ, ол пас алдым, пас бердім, ашылдым деген сияқты. Сондай қарапайым ғана ойнайды да. Атырып отыр дейсің ғой. Иә, біз енді кішкене андай алдауға жақынбыз ғой, біз күтпеген жерден бүйтіп өткізіп кетіп бір сондай нелерді моменттерде болады енді. Кейін артынан келіп бір сындырған кезде жатасың сосын сияқты. Дұрыс. Мен енді Лондон енді екінші үйім ғой, енді былайша айтқанда деп қойса. Қалжыңдап отыр, бір 2 рет бардық қой енді. Сонда осы таңғаламын, осы адамдардың көзқарасы, өмірге деген көзқарасы, жалпы футбол фанаты тұратын қала ғой деп ойлаймын да. Мысалы футболға жанкүйерлік ететін болсаң, Премьер Лигада бір 8 командасы бар ғой, осы болмаймын. Иә, кем дегенде. 10 еді ғой береді. Тоттенхэм, Арсенал, Челси, Кристал Палас, КПР болатын. КПР, Queen's Park Rangers. Тағы кім бар? Вестхэм, басты командасы Лондонның деш. Олимпийский стадионда не? Тағы да Уимблдон деген командалар бар, Чарлтон, Фулхэм бар ғой, сенің. Фулхэм, Крейвен Коттедж стадионы. Лейтон деген команда бар. Лейтон Ориент. Иә. Анау Лидс Юнайтед дегендер жақын орналасқан ғой Лондонға тоже. Негізі бағана Англия өз бағана Ұлыбритания бүкіл аралдардың бәрін қоссаң Қазақстаннан 11 есе кішкентай ғой.
Бізде футбол дамымайды. бағана неге байланысы транспортировка барлығы жақсы дамыған ғой ол. Логистика Мысалға, жақсы. Манчестер Юнайтед ертең қаржы жағынан қысылып жатса пойызбен де бара салады деген сияқты ғой. Басты қарсыластар кім ол жақта? Дерби. Англияның басты дерби. Англияның дербилері ме? Ең Ливерпуль мен Юнайтед ғой. Ливерпуль мен Юнайтед те бар. олардың каждый клубының өзінің дерби бар. Йоркшир, бірдеңке дербие деп айтыла береді ғой. Көп, мысалы Арсенал мен бағанағы Тоттенхэмдікі енді Северо-западный кәдімгідей ол Лондонның дербие Норс Лондон деп ол өздері бөліп алып өздері нетеді ғой. Сол солтүстік Лондонның дербиі деп. Дербие жоқ, дербесел біз ғана ма сонда? Бар ғой бізде ел классико деп қояды. Жеңіспен Астана дейсің ғой. Дұрыс солай. Эвертон мен Ливерпуль бар деген. Екеуің енді чемпиондар лигасының финалында Уэмблида матч тамашалағандарың бар еді ғой. Кәдімгі. Мен енді аккредитация алып екінші жыл қатарынан бардым. Фондағы достардың қолдауымен ұшып бардым Анкара арқылы. Анкарада бір 2 сағат отырдым да келесі самолетке отырдым. 4 сағат ары 4 сағат бері. Жетіп алдым 8 сағат 9 сағатта. Содан барып түнгі сағат 10-да Хитроу әуежайынан түспеймін ба? Хавалманидан. Сөйтсем Ерқанаттар случайно көріп қалдым. Ерқанат қалай жағдай деп. Өтірік айтам күтіп алып жатыр ғой енді. Сөйтіп екеуміз Элизабет Лайнға мініп алып, мен ана экспо жақта тұрамын ғой, анау Ұлы дала жақта. Объездной жақта. Иә, экспо плаза ма еді, гостиницаның аты да сондай. Экспо жақта тұрдым Лондонда. Сол жақта тұрдық. Содан қалада 1-2 күн ана Бейкер стритке бардым. Одан кейін Дариға әпшеміздің үйіне бардық. Сол үйдің бәрін түгел сатып алған екен ғой. Жалпы сосын енді сондай әңгімелер бар, сол жерде естіп қалдым енді, адамдар айтып жатыр ғой, интернетте де жазып жатыр ғой. Шығарылымыз сәл саяси болсын деп жатырмын. Берги Рысқалиев деген ағамыз да сол қалада тұрады екен, кәдімгі Лондонда тұрады екен ғой бәрі. Сондай жерлер екен. Енді стадиондардан енді Уэмблиде енді көрген кезде енді бар ғой, масқара. Действительно, төбесіндегі анау аркасы бар ғой. Сол мынау біздің анау бар ғой, Бараевтан бері қарай өтетін деген сары домбыр, көпір. Соның жанындағы аркаға ұқсайды екен. Бірақ енді анадан дәу енді масқара. Енді ішіне кірдім, енді енді ішіне кіріп анау көкпар шапсаң болады енді атпен ше кәдімгі. Ішіне жаппай көкпар сыйып кетеді ау деп қоямын анаған. 80 мың ба 90 мың адам сияды екен. Европадағы нөмір 1 стадион сол екен ғой негізі, Уэмбли екен. Сыйымдылығы жағынан 100 мыңдай бар ана жерде. Кірдім, бірінші күні пресс-конференция болды. Ерқанат екеуміз жүрдік. Ерқанат бұл далада жүріп масқара кәдімгі стадион айналасында қызық болып отыр ғой. Мен ананың ішінде Кларенс Зейдорф енді баяғы ескі таныс класстастарым көріп қалып жатырмын ғой енді. Кілер екен деп жаңа кел фотоға түсейік деп соны сұхбат беріп жатырмық. Мен ана топырлатып енді миым қайнап жатыр. Бизнесте істеймін, фонд тимге жіберіп жатырмын, бірінші болға жіберіп жатырмын, Аладопқа жіберіп жатырмын, телеграм каналдарым кәдімгі саңырау құлақтай сұрап жатыр, бәріне видео, біреуді құттықтап жатырмын, жіберіп жатырмын ғой топырлы. Сөйтіп бір Кларенс Зейдорфпен фотоға далаға шықсам, мынау Ерқанат тұрғанда Арбелова дейді, Реал мен Боруссияның звездаларының бәрімен фотоға түсіп. Мен не істеп жүрмін десе, стадионның ішінде деп қоямын. Содан пресс-конференция болды. Бірінші мәрте пресс-конференцияға достып алып кірдім. Өткен жыл мен кіргізбей қойған пресс-конференциясына. Білесіздер. Сөйтіп кірсем, Карло Анчелотти тәтем отыр, Лука Модрик тәтем отыр. Екеуі деп сөйлеп кетті. Содан мынау енді бір таң қалған, бір әрі қызық болды. Мен өзімде баспасөз хатшысым ғой, енді бүйтіп отырам ғой, бүйтіп сен жаңағыда сұрақ қоятын кезде ше, Адиевке мысалы бір 30 адам келеді ғой, 25. Next question деп па? Next question, Ерқанат деп ше жаңағыда. Содан анам бар ғой, мен бар ғой, шынымды айтайын бар ғой, Анчелоттиға сұрақ қояйын дедім ғой, короче. Сөйтем де қолымды көтерем ғой анаған. Пресс-секретарына Реал Мадридтің. Сөйтеді де ол бүйтіп қараған кезде былай қарайды, анау зал ғой, анау кинотеатр анау кәдімгі. 100 адам отыр. Қарасам бір 100 адамның бір 7-сі қолын көтеріп тұр екен ғой, сөйтсем. Мен қазір бетон сұрақ қоямын деп тұрмын ғой, ағылшынша жазып алғам, дайын тұрмын кәдімгі ше. Ой, дедім мына бесполезный екен ғой дедім ғой. Еще ана бірінші ретта аналар кімдер отыр ғой жаңағы?
элиталар отыр ғой, SPN, Евроспорт, Sky, в общем, марка газеттері отыр. О да бізге қамайды екен, анау шын айтқанда бар ғой. Марка бірден кетіп қойды, аналар сөйтіп сұрақ қояды, соған ана переводтайды оны. О, кетіп, қойшы дедім, мынау Анчелоттиге сұрақ қоя алмайды екен мен жерде. Просто сұрақ қойып, видеоға жазып, міне сұхбаттастым, осындай деп сұрақ қойып. Анчелоттиға сұрақ қойған тұңғыш қазақ. Деп айтайын деген ғой енді, сөйтсе болмады енді. Бірақ кейін фотоға түстік қой бірге Анчелоттимен. Мен негізі сол бапкерлермен көбінесе сұхбаттасқан жақсы көремін да. Футболистермен сұхбаттасу деген бесполезный нәрсе ғой. Осын нені айтшы. Осы пресс-конференция деген ойын алдындағы, ойыннан кейінгі, мысалға, қаншалықты маңызды процесс. Мысалға, жолдастық матчтары бар, сен пресс-сек болып жұмыс істедің. Жолдастық матчтың баспасөз мәслихаты деген ол жартылай бейресми нәрсе. Өткізбей қойсаң да болады. Протокол бойынша өткізу керек. Протокол бойынша да өткізбей қойсаң да болады. Негізі бар ғой, матчтан кейінгісін өткізу керек. Матчқа дейінгісі өтпей қалуы мүмкін. Ол нормальный нәрсе. Бірақ енді осы жерде Беларусьте мен Қазақстан ойнаған кезде до матча өткізген жоқпыз ғой, ол таң сағат 11-де елдің бәрі. После матча өткіздіңдер. После матча ол протокол. Кім сұрақ қойды оған? Али Алиевке. Белоруссиялық журналистер сұрақ қойды. Қойды ма? Иә. 3-4-еу қойды кәдімгі. Былтыр Армениямен ойнаған кезде Балтиевке ешкім сұрақ қоймай қойды. 2 адам болды ғой. Мен сұрақ қойдым ғой, бір адам болды. Еще ана Әлім Дінасылов деген журналист болды ғой. 3 адам болды. Матчтан кейін келді ғой ол. Мақұл, в общем, бізде сондай ғой. Аналардың енді пресс-конференциясы кәдімгі масқара айтқанша шығып жатыр ғой кәдімгі. Менің айтқанымды мына жерде көріп отырған нәрсемді телефон түзете қалады. Карло Анчелотти ертеңгі матч туралы бүйтіп айтты деп уже орысша, қазақша шығып жатады ғой телефонда ше. Мен осы жерде отырмын ғой деп айтқан жоқ еді ғой, қоятсыңдар деймін. Әлі жеткен жоқ қой ол деймін да. Қалай болды қой. Уже ана Райымбек салып жатыр бірінші болдың парақшасына. Мен сол стадион ішінде отырмын да мысалы. Енді фотоға, видеоға түсіріп жіберіп аттым. Сосын ана Эдин Терзич деген келді. Бір нашар пресс-конференция болды енді, сол енді өтірік айтпай ақ қояйын. Ешкім сұрақ та қоймады. В общем, ұзаққа созылып кетті. Ол немісше сөйлеймін деп шықты ма, бір бәле ағылшынша білмеймін деді ма. Перевод қосылды. Қойшы, мен далаға шығып кеттім, маған көргім келмеді. Еще ол Эдин Терзич не деп сұрақ қойсын, ол ұтылатынын біліп тұр өзі бейшара. Сөйтіп кетіп қалдық. Сөйтіп далаға шықсақ, осындай қызықтар болып отыр. Сол кезде кіммен фотоға түстің, айтсайшы? Так, ол кезде сол Арбилова шықты бір кезде. Кейін Кларенс Зидорф келді. Ол кезде былай болды ғой. УЕФАның бағанағы аңыз ойыншыларға доступ беріп бағанағы нені хайпты көтермекші болды олар. Олардың бәрі мына жақтан служебный входтан кіріп жатыр. Мына жерде тұрып алғанбыз. Какашы? Сөйтіп шығып, ол Какамен ойыннан кейін сөйлестік қой біз. Пирло Какамен де түскен ғой оны. Олар енді көп барады. Мына осы Кафу, Роберто Карлос деген, Зейдорф деген өзі ескі клиенттер бар ғой. Олар нағып ақша береді ғой. Қалмайды. Ақша береді ғой. Карьерасында ақша істеп. Ешкімде жұмыс істемейді ғой енді олар. Карьерасында ақша істеп өзі футболшы болған кезінде жинап алмаған ба сонда? Жинап алған, бірақ оны шашпай ма таратып. Казино ойнамай ма олар? Қадалмай ма олар? 2-3 үйден алмай ма олар? 2-3 әйелден алмай ма? Роберто Карлостың айтып тұр, бүкіл қаладағы бір әйел бар. Сөйтіп сайраңдап жүрген ғой кезінде. Соның бәрін енді қазір бастарына тиіп жұмыс істеп жатыр енді. Мен саған бір қызық айтайын ба? Айтшы. Ең бай футболшы бар ғой ол тарихтағы. Матиу Фламини екен ғой. Ой, мәссі. Ол футбол ойнап жүрген кезінде бір стартапқа ақша салғанда, ол қазір компаниясы 25 миллиард доллар тұрады екен. 25 миллиард доллар ақшасы бар ғой Фламинидің, ойлашы қазір. Масқара. Криштиану да емес, Месси да емес, Фламини кәдімгі. Жерар Матео бар ғой, Барселонада ойнаған. Таксовать етіп жүр ғой, таксовать етіп жүрген жоқ, киім сатып жатыр бір неде. Сондай бір бөле болып кетті. Ондайлар көп, ана Англияда бір судьяны скандал болып еді ғой. Ана бір видеоға жазып алып оны. Ливерпульді ма, Манчестерді ма жамандап. Жақында ғана болды. Осы маусымда болды ғой. Ол не ғой, доставщик пиццы деген сияқты сондай. Сондай жеткізуші болып жұмыс істеп жүр екен. Бірақ енді ол жақта қоғамда андай оны бүйтіп. Нормально ол. Ол бүйтіп қарайды да, көбіне ана адамдар жазған бүйтіп. Енді ол конкретно өзі таза еңбегімен жұмыс істеп жүр, оны мазақтап керегі жоқ мына жерде деп адамдар түсіріп алған ғой. Жоқ, ол мен түсінбеймін ше, Ернат осы Англияда, оказывается, анау судьялар тағы да еще полицейский болып, бухгалтер болып бір жұмыс істейді екен ғой. Жоқ, ол основной жұмысы. Судьялық олардың несі? Қосымша жаңағы. Хобби. Сол үшін кәсіпқой емес олар. Неғып болды? Нормально. Мен сенбеймін мысалы. Аткинсондар нормально шығар. Жоқ, енді ана
топ бағанағы деңгейдегілер олар профи. иә, олар солай нетеді ғой. А негізі мына төменірек кете берсең ол жақта конкуренция дамықты ғой. Қанша мың адам неткісі келеді. Сен мысалы футбольный FA-дің сайтына кіріп бағана нетсең, сен тренер бола аласың, сен скаут болғың келсе мындай сабақты оқисың, судья болғың келсе осындай саған жазып тастаған. Оның бәрін сертификаттарын алып болып бастайсың да нетесің. Бірақ енді ол жерде ойындар да көп қой. Бірақ бағана конкуренция да көп. Может олар жеткілікті ойындарды жүргізе алмайды да ондай. Мысалға тағы бір сұрақ саған. Question. Next question, Ерқанат. Мысалға Уэльстің командасы бар, Суонси, Аққудат па, досың сатпа. Кардиф Сити. Солар Англияның чемпионшипінде ойнайды, премьер лигасында ойнайды. Біз лига чемпионовты New Saints Лансант Фрейдпен ойнап атамыз да, ТНС-пен. Астана ТНС-пен ойнады. Уэльстің командасы еще ол Уэльстің атынан лига конференцияға, лига Европаға, лига чемпионовқа қатысады. Анау Суонсилер бірақ қатыспайды сонда. Түсінбедім, ол неге олай? Ол конфедерацияға жатпай ма өздерінің? Но мен жаңа алдыңғы не хабарда айтқан Рексімді Уэльстік команда ғой. Бірақ ол бағанағы ағылшындық футболдың структурасына кіріп кеткен. Заңды өздеріне ыңғайлы етіп жазылады. Уэльстің өзінің чемпионаты бар, сода ойнамай ма онда? Ойнамайды. Енді ол Суонси сияқты нелер, олар тым үлкен да. Оларға премьер лигаға, чемпионшипқа бару одан қызығырақ мақсат. Мен айтып отырмын, ол елдердің арасы Қазақстан 10 есе кішкентай. Тез ғана жете салады. Дейікті, бір минутқа елестетсек, егер Уэльстің чемпионатын ойнаса, ол суббота сайын жеңіп атады. Елдің бәрін 4-0 Бавария сияқты 7 дүркін чемпион болып атады. Кардиф болады, ол басты қарсылас. Сол екеуі Глазго мен Селтик сияқты екеуі бүйтіп отырады. Мысалы, Глазго мен Селтик сөйтеді ғой, Рейнджерс екеуі. Мысалы, Селтик ал ағылшын премьер лигасында неге ойнамайды? Ол рахат, өйткені жыл сайын сен лига чемпионовты ойнайсың. Мына жақта групповой этапта жүресің, рейтингің мықты, өмір бақи чемпион или күміс жүлде көресің, бетон. Кубокты жеңіп атасың, 48 дүркін чемпионсың, ақша бар, даңқты клубтардың бірісің. Кайф емес? Ағылшын Селтик барсыншы қазір Саутгемптон қалдырмайды оны. Чемпионшиптан шығып кетуі мүмкін Селтик, мен саған айтайын. Между прочим. Между нами. Между нами. Осы жерде қалсын әңгіме? Біле қойасың ба? 30 мың адам көре ма? Соны таңғаламды, ол неге дұрыс емес қой? Мысалы, Суонси қатысса да, Уэльстің атынан чемпиондар лигасында ойнаса, Астанаға түсіп баса деймін да, мысалы. Рахат емес па Суонси? Спокойно жеңеді мысалға. Пьюник, Арарат, Нова дегендер жеңіп, групповой кіріп жүретін. Оларға ол қызық емес болып тұр ғой. Чемпиондар лигасында ақша аз болып тұр ғой. АПЛ-да көп ақша. Чемпионшипті жеңген командаға 54 миллион ақш долларын берді деген не масқара енді? Енді ол тек қана призовой ғой, ол бағана трансляциядан алады ғой бұлар. Соның бәрін қосқанда деп отқан ба? Ең көп бағанағы алатын ақшалар трансляциямен, рекламалары бар, спонсорлары бар. Трансляциялардың барлығы ақылы ғой, а? Барлығы ақылы. Сендер мысалы Лондонда тұрған қалай телевизорды қоссаң көп болып отыр ма футбол? VPN мен Казспорттан қарайсың ғой. Жоқ, сен аны қарашы. Кеше Қайрат енді трансляция сатып алыңдар деп жатыр ғой. Кинопоиск. Олардікі дұрыс қой енді. Дұрыс. Өйткені ол жеке клуб ақша тапқысы келеді. Мысалы отырып алып дұрыс. Ол жекенің бар, Ерболдың дауысын естіп бір кетесің да, көресің да, рахаттанып көресің да анан. Ана жерде Рио Фердинандтар сөйлеп жатса, ойынды көресің бе? Қалай жүргізеді? Солар айтпақшы, нормально жүргізеді ма? Иә, жақсы жүргізеді. Олардың ішінде андай ғой. Не істейді олар? Талқылап кете ма? Ойын жүргізіп алып не істейді? Жоқ, ұйқас сөздер айта ма олар? Олар былай ғой, әр бағанағы аңыз футболшы дейікші. Оның жанына бір кәсіпқой комментаторды қойып қояды ғой. Сөйтіп тандем. Сөйтіп анау Рой Кин екеуі жүргізіп отырады. Иә, жүргізіп отырады. Мысалы анау бір қызық бағанағы футболдың оның енді тәжірибесі мықты ғой. Рио Фердинанд болсын, ол футбол жағынан ол ана жерде тұрып алады да, полянын шетінде тұрып алады да. Ей, Деклан керсеші мында деп. Ол ананы құрметтейді. Ол мысалға әшейін журналист келіп тұрса, ол келіп, ей, мынау біздің кезімізде бұлай ойнамайтын едік қой деп сұрақ қояды да. Елдос Ахметов сол үшін жұмысқа шақырып жүрміз ғой бізді. Сондай ғой. Тұрақты түрде кәсіби тұрғыдан қарайды да ол ана неге. Маған қызық болған не ғой анау. Алла дей береді ғой арабтардың несі. Ол керемет жүргізіп отқан сияқты естіледі бізге. Ол негізі бір сөзді бір 17 рет қайталайды просто. Анкара Месси де. Кеше Түркияда көрдім ғой осы финалда. Клубтар арасында әлем чемпионаты. Ана комментатор
құр фамилия айтты ғой 45-ін Иә, сөйтеді олар. ТРТ спорт деген каналда. Осылай, короче, кәдімгі Челсині Палмер, Кукурелия, в общем, Фернандеш деп қояды да, болды, солай, короче, кетіп отыр. Одан қарағанда сол бізді өзіміздің қазақша комментарий тыңдаған тамаша. Сосын ол жерде бір қызық момент, премьер лиганың ойындары болады ғой. Воскресенье күнгі сағат күндіз 3-те ойнайтын премьер лиганың ойынын Англияда көрсетпейді. Неге? Неге десең, адамдар полеға барып көрсін дейді да, демалыс күні ғой. Именно сол уақыттағы ойынды тек қана шетелден көре аласың. Сондай өзінің бір өзінің бір дәстүрі ғой, сондай бір несі бар, шектеулері. Базар жоқ. Соны қалдырған. Қанша мысалға ақшаны олар нетсе де, соны қалдырған. Олар нені анау бір құндылықтарды берік ел ғой. Уимблдонда ақ формамен ойнайды ғой. Биыл қара мен ойнаса бір күн Диего Жота қайтыс болды, сол кезде рұқсат берді, соған байланысты. Бірақ ақ киім киіп ойнау керек. Өйткені Уимблдон, ақ сүйектер, корольдық семьяның отбасының өкілдері деген кете береді. Сондай бір ұстанымдар бар шығар енді футболда да енді. Енді бұл шығарылым қалай шығып жатыр деген қызықты бір сұрақ туындауы мүмкін сізде. Мен уже біле бастадым енді. Өтірік айтпай қояйын. Мен біле бастадым. Қалай деп ойлайсыз? Айта берейін ба? Әңгіме көтпей ме? Райым рұқсат берді, айта бер. Біздің достар бар, жалпы араласып жүрген жігіттер ғой енді. Соны айттық, осындай ютубқа бір программа ашайық, осындай бір қолдау жіберіңдер. Қазір мына камера, студия, мынаның бәрін подкаст, свет, мынаның ақшасын бәрі бар ғой, оның сұрауы бар ғой, судың да. Су ішіп алайын қазір. Соның бәрінің ақшасын төлеу керек, анау халыққа ұсынғымыз келеді, өзіміздің айтқымыз келеді, осындай программа жыбы шоу ашайық дедік қой. Сөйтіп жарайды жігіттер, егер ашқыларың келсе, қызық болатын болса, халық көріп лайк басатын болса, комментарий жазатын болса ол видеоның астында, онда сендерге береміз. Осының бәрінің ақшасын төлейміз, істеңдер деді. Сол фондағы достар. Олардың сілтемесі бар ғой еще. Қайықта? Кілемнің астында. Кілемнің астында, осы видеоның астында. Былтыр паркингте болған. Жарап көтеріліп келе жатыр. Қазір кілемнің астында. Кілемнің үстіне шығып қалуы мүмкін. Бүгінгі шығарылымыз осымен бітті, тамам. Англияға барған саяхатымыз осымен аяқталды. Кеп тұрыңыздар, иосы.